енді шипагер жайлы әңгіме қозғап жатырмыз ғой Алтайбай. Дуанбай шипагер жайлы не айтасыз? Бұл Дуанбай шипагер деп сіз дәл айттыңыз. Бұл кісінің руы байыз, жаныстың ішіндегі байыз. Бұл кісінің енді туралы іздендім. Мен енді жаңағы ізденгенде біз енді мынау кейбір жерде мынау әкем менің бастық болған деп мақтана беретін не жоқ. Болмаса әркімнің әкесі өзіне ғой, иә? Қараңыз. Ол әкеңіз бастық болсын, қойшы болсын, тракторист болсын, оның бәрі еңбек адам. Әркімнің әкесі өзіне. Ал енді соның ішінде мен кітапта біз қойшыларды да тракторист бәрін жаздық, бірақ мен ана бас жағында алымды адамдарды іздедім. Сонда алымды адам шипагер Дуанбай кісі аталды, үштөбе байысы бұл кісі. Ұмытылып кетті енді. Бұл кісінің Телғара деген баласы болған, ол кісілердің барлығы өмірден өтіп кеткен екен. Ал енді мына көз көрген қариялардың айтуы бойынша бұл кісінің бірінші әйелі қайтыс болып кетті ма, сол екінші әйелінің көкірегінде бір тесігі бар, бір үлкен сонда қатерлі жаңа дерті болыпты. Сонда бұл кісі шипагер ғой, сол кісіні емдеп өзіне жар етіп алған кісі. Одан кейін бұл кісіні сұраған кезінде бұл кісі мынау әйелдердің жаңағы төсінен қатып ауырады ғой, жаңағыдай мастит болып. Сонда бұл кісі мына Гүлқайыр деген гүлді бұл кісі дәрі жасап, мынау экранға қазір берейік, Гүлқайыр гүлін. Сонда мынау өзі дәрі жасайды. Сөйтіп сол маститті жазған. Қазір мынау біз 21 ғасырда сиырлар мастит болатын болса, анау алдап апарып базарға сатып жібересің ғой. Жаңа сауылды одан қалды деп. Бірақ сонда ол анау бұл кісі соны жазған. Біз қазір мынандай ғой, саламат бауырым. Біз өте білімдіміз дейміз ғой. Бірақ мынаны білу керек. Біз аталарымыздың білгенін білмейміз. Біз бабаларымыздың білгенін білмейміз. Біз сондай мынау тарихи сондай қиын кезеңнен өткенбіз. Көп мынау құндылықтарды жоғалттық біз. Көрдіңіз ба? Сонда мынау Дуанбай шипагердің таңғаларлығы, бұл кісі мынау Әкім Таразидің кітабында Андрей деген бір әңгіме бар. Сонда 1935 жылдары ашаршылықтан кейін түрлі аурулар көбейді ғой. Сүзек бар түрлі. Сонда мынау клиникалық апробациядан өткізбеген вакцинаны әкеп, осы біздің Әулиеата өңірінде салған. Соның бірі мынау көрші Мәдімар. Мынау тегістігі бар, мынау абайы бар. Осы өлкедегі түгел ауылдарды аралап жүріп, әр ауылдан 10 шақты адамнан вакцина салған. Түсіндіңіз ба? Оны анау Андрей деген әңгімені іздеп оқысаңыздар, соның ішінде бір Әкім Таразидің. Сонда осы сол вакцинаны біздің ауылдарға да әкеп салған, жаңағы Қарақұм Құмбелі үштөбеңізде де. Сонда әкеп салғанда анау адамдардың мұрындары опырып, самал ауруы деп айтып қойды оны дертін. Мұрындарын жеп қойды, бетін жей бастайды. Көрдіңіз ба, анау вакцинаның кесірі ғой, көрдіңіз ба? Ал кейбір жағдайда оны жаңағы жігіттерге салса ақыл есінен ауысып қалатын болған. Көрдіңіз ба? Кейінгі нәтижесінде де. Ал сонда осы өлкелерді жаңа мұрнын жеген, самал құрты түйгеннің соның Дуанбай кісі вакцинадан болғанын білген. Бұл кісі ем-дом жүргізген. Сонда мынау жаңағы мынау Қарабақырдан балық аулайды ғой. Сонда жаңағы мынау Жасұзақұлы Дөнен деген ағамыз айтады. Анау Жасұзақ әкем дейді, анау балықтың өтін мақтаның ішіне салып жинаймыз дейді. Не үшін керек десек, жаңа Рәпіш деген апамыз келеді. Мұрнын құрт жеп қойған самал тиіп. Соған анау балықтың өтін салса, анау құрт өтті жей дегенде балықтың өтін. Көрдіңіз ба? Соныған ем жүргізген осы Дуанбай кісі. Бұл кісі мынау онкологиялық аурулардың өзін жазған. Анау стадиялар болады ғой. Содан бұл кісі кейін қалаға барып, осындай 1950-1960 жылдардың шамасында бұл кісі біздің ол кезеңде Әулиеата қазіргі Тараз қаласы ғой. Сол жердегі онкологиялық дертпен күресуге бұл кісі қатысқан. Біразын жазған бұл кісі. Кейіннен анау өтіп кеткен аурулар болды ғой, жаңа стадиясы жоғары. Сонда бір-екі кісі қайтыс болса керек, бұл кісінің үстінен қылмыстық іс қозғап қудалағанда бұл кісі қайтадан ауылға келген. Бұл кісі мынау қазір Кеңес ауылындағы мешіт бар ма? Қазіргі соған қарама-қарсы тұрған екен. Одан кейін бұл кісі кейіннен мынау жаңа Тауасар қарияның көршісі болып тұрған. Бұл кісінің балалары өмірден өткен, сұхбат алуға. Бірақ қыздары және бір жиендері де біз ол кісілерден де соны іздестіріп, кітапқа бұл кісілер туралы біз әңгімені енгізіп жатырмыз. Бұл кісі сүліктің шипалы екенін білген. Сүлік салып емдеген. Бұл кісі мынау варикоз сияқты аурулар бар ғой, сүлікпен емдеген. Бұл кісі өте шипагер кісі болған. Біз ол кісінің мінекей тауып, біз бұл кісіні кітапқа жаздық. Айта беріңіз көке. Құмбелде жаңағы біз жашай отыратын, жашайдың үйіне бардық. Жаңағы мен ана нағашымның баласы, сол үйге барамыз деп, ол Төлтойдың мында кіші баласы етін, сол нағашым асырап алған. Сол екеуміз барсақ,
Қыдырбай базда отырады, со құмбелде бір ас болған екен, күріш әкеп, со күріш жедік. Күріш жеге соны ауыртық жаңа тұрып қалған екен күріш. Содан не керек қосып, өліп қала содан өліп ойланып. Содан дереу Дуанбай атама деп қаралы деп, жаңағы кісі сана деген болады қалада, сана алдырып, сана менен емдеді мені. Жаңа сананы алдымен қайнатып қойып кесеменен ішкізіп, сонысын кейін жаңағы сана ішіңді айдайды. Ішіңді айдағаннан кейін жаңағы қалған самасын жаңағы шайын ішкізді ғой. Енді ананы шай қылып қайнатып, шай қылып ішкізіп, содан да мынандай болып айығып, соны ішімді тап-таза болып айығып шықтым ғой. Сонда жаңағы сескенген асты тап-таза алып шығады жаңағысын істеген. Бұл Дуанбай шипа. Дуанбайды кісінің істеген емі, бір емі бұл, бірақ емі. Бір емі. Әйтпесем 1000 ем істеп жатыр ғой. Ол кісіні, мысалы, мына соқыр шегіңді қамшыменен үзетін ол кісі. Тиімменен. Соқыр шек бар ғой, соқыр шекті қандай тиім, бірдеңе тиін деп қояды, қоқан тиін дейм әуелі. Соны тобыл сатты қамшының тиінді қояды, жабы бұрап үзгенде пырт дегізіп соқыр шегін үзіп жазатын. Операциясыз соқыр шектің мыңнан бірем. Кеңес ауылында Жаныстың ішіндегі байыз Дуанбай деген шипагер кісі болған. Сол кісі есіме түседі. Қазақтың қыздарына тампун жасаған әйелдері. Мына Гүлқайыр деген гүл Дуанбай тауып кітапқа осы туралы мәлімет жаздық.